Ассаламу алейкум, урматтуу сәрджілер. Бұл UA TV студияда Украина хабарлары бүгін августның 20-сы салы күні біз сіздерге Украинада ве дүнияда олып кечкен вақалар ақында тариф етмеге азармыз. Ишғал етілген Қырымда Москва незаретіндегі махкеме Кремльнің саяси мабюсы Эдем Бекировның ішіні бақа. Махкеме Бекировның іші бойын және вбеттеке отырышып Орқапы яда Ақмежетте кечежегіні белгелейджек. Бұнда навел Ақмежет сизосының тиби бөлігінде тұтылған мобиус махкеме отырышывында видео бағбаздысынен иштирак етіп оламады. Чүнки белінде шидетлі ағыры себебінден ятақтан тұрып оламай. Русия тақиқатчылары оның ішіні Орқапыға кечермеге теклиф еті, бұл есе Ақмежеттен 120 километр месафеде. Әділетшілерінің сізлеріне көре мобиус бойле yolunu чидап оламаз. Яры гечеден башлап, Русия ишгалжилері Донбасста атыш тоқтатылмасы режиміні эки кере бозды. Силялы провокацияларыны экесіді Донецк вилаятында қайды етілді. Деп хабер етті Украина мудафа назиры Александр Матузянок. Геже граната тополарындан атышлар алтына Талаковка тұшты. Бұл Мариупольдан 20 километр ұзақлықта. Саба есе граната тополарындан душман Красногоревкада Украина ноқталарыны атешке тұтты. Бұл шер ишғал етілген Донецк жеварларында ерлеше. Украинаның баш прокуратурасы ДНР денелген террористик тәшкелятының векелеріне ве Русияның Украинаға қаршы даваларыны азырламаға ярдым еткен Русия тақиқат комитетінің векелеріне ғияби қабатлав илян етті. Бұл ақта Украинаның баш арби прокуроры Анатолий Матиос хабер етті. Шекленгенлер арасында хусусан ДНР тыш ишлер башы ве омбудсмена. Участники цих комиссий. Белгілеген комиссиялардың иштиракчыларын нефрет мұйтыны доғырып, ве Украина девлетіні қабыл еттірмейіп сакинлеріні қорқуталар ерлі сакинлерінден ариза топонмасы тешкіл еттілер. Олардың ақырабалары өлімі яда мүлкінің йоқ етілмесі Украина арбилерінің себебінден олғанını танымаға зорлайлар. Бойле шекілде топланған материалларны халқара махкемеге Украинаға қаршы давалар йоллайлар. 2 ел ішінде 1,5 bin бойле ариза азырланды. Фақат тақиқат вақтында сорғу кечкенлер бұ даваларыны таздықламадылар. Қанатлар кенішілігі 20 метр земаневені заряд системалары ве сенсорлар. Укроборонпром ве Байкар Дефенс шirketi пилотсыз учқан жихаз яратажақ. Боларның бірінші ортақ лейхасы олажақ. Жихазның әсас хусусиетлері бұйық юк ташымасы, тезілік, учуш юксеклігі ве ишлетув қолайлығы. Жихазнын Украинада япылған әки көчірүжесі бар. Олар 12 километр юксеклікті учышлар кечірмеге имкан бережек. Учыш әлеті аваға 1 тонна селя көтіріп 24 саат учышта бұлына білежек. Донбасста женг ветеранларына қол тұтып. Украинада шарқтан қайтып келгенлер үшін жанлы баға чалажақ. Оның мақсады психологик реабилитация ве репрессиядан ярдым етіп. Жанлы баға геже күндіз чалышажақ. Әйнасасы анда рухиятчы студентлер дегілді ветеранлар чалышажақ. Олар бұл хусуста бір сыра тренинглер кечежек. Lifeline Ukraine лейханын тесішчісі Пол Найден оның айтқанына көре бойле янашма эн эффектив. Башта лиха Днепр, Львив ве Донецк вилаятларында чалышмаға башлайжақ. Ветеранлар башқа ветеранларға ишана. Бұ аңлайшылы чүнке оларның тәжірибесі айны чүнке олар да женгте олды. Бұ операторлар жанлы баға телефон açқан инсанларын аңлайжақ чүнке олар да айны шелерден кечті. Біз программаны инкишаф етірмек керекміз. Более етіп, женгтен қайтқанларға ве көчіп келгенлерге ярдым еті білежекміз. Уммен бұ бұтын Украина халқы үшін ярдым. Чүнке әр біріміз сонки 5 елда чоқ шей көрді. Танымақ керекміз, епіміздің психологик ярасы бар. Бұндан утанажақ ешбір шей жоқ.
Украина ве Израиль баш назирлері эки мемлекет арасында иктисади визасыз режим яратылмасына чагарда. Украина баш назиры Володимир Гройсман Израиль меслектешінен берберлікті иш адамларынен күрішіп, иш бірліккен ішлетілмесіні мазакире еттілер. Хусусан кой хожалығы энергетика, наклият ве IT саларында. Бу саларда иш бірлік Израиль тарафындан сербесті жарет ақында анлашматы здықланған сон инкишаф ете білежек. Беньямин Нетаньяху білдіргеніне көре Израиль тарафы бұны сентябрь 17-сында кечежек сайлавлардан сон япмаған етінді. Украина анлашманы да июль айында қабыл етті. Біз тежіретімізні арттыра білеміз, біз бір-бірімізге керекміз. Бірлікте әрекет етіп халқара мейданда yüksek меселерге етерміз. Бұл әм чифтчілік, әм энергетика, яңы технологиялар, мұнда Украина истидатлары ве Израильның тәжірибесі керек. Келіңіз мемлекетлеріміз арасында сербес тежірет аққында аңлашманы келінішлетейік. Бұндан ғайры біз ортақ шіркетлер яратылмасы өзірінде чалаша білеміз. Меселі yüksek технологиялар сасында бізге Израиль тәжірибесі керек. Бұл да сізге yüksek мақсатларға етмеге ярдым етер. Фелеменгте эн буюк аяқ машина дурага ачылды. Анда 12 бучыл бен ер бар. Дурах Утрехт шерінде ерлеше о учқаттан ибарет. Бірінші күн бедава. Бұндан сон күнде аман-аман 1 евро. Буюклігіне бақ мадан ерле кемиет білдіргеніне көре. Ер бір етішмейджек. Күн шер мерkezінден 150 бен аяқ машина кече. Бұндан әвел ән бұйық велодурақ Японияда еді. Анда 10 бен ер бар. Үрметлі серджілері бұ дақиқаға бұ сонки. Хаберамысы дады чо хаберлерні сізлер UATV.ua сайтымызда оқи білесіңіз. UATV-лі олыңыз ұзыңызге мұқайтылыңыз, сағылықнен қалыңыз, ярынға қадар күрішкенде.